бір тойым болатыны сөзсіз менің, дәл қай күні екенін айта алмаймын, бірақ ешкімді де билетпей қайтармаймын. Онды ортаға тасталар ұран сондай, қайта алмайды қартыңда бір ән салмай. Әжелерге қызғынын сағындыртам, жеңгейлердің толтырам гүлгетегін. Менің жарым бұл күні кірпігімей, қуаныштан аққайын бүртігіндей, көкірегінен бір сәуір шайқа бесіп, ажырасқанды жүреді қайта қосып. Сол күні біздің үйді бетке алғауым, нысанаға қуаныш тоқталмауын, мен бұл тойдан тілеймін жылап тұрып, қазанымда бір асым ет қалмауын. Мен сөйтіп баршаңнан бір сілкінемін, мен сөйтіп рахаттанып бір күлемін. Кім білет, көптен бергі арман еді, мәңгілік тарқамауы да мүмкінім дейді. Салиқалы, қайырлы бір ұрпақ болсын иншалла. Бейтаныс қыз дейтін күн, Ибрагим Исаев деген ақын болған, өте мықты ақын. Лирикалық өлеңдері өте мықты. Қазір көптеген нелер соның өлеңдеріне ән шығарып, айтып жүреді. Ән шығарған өлеңдер көп. Атын жөнін сұрамадым, білмедім, көрдім бірақ мұңайғанын күлгенін. Джинсы киген қалтасында қос қолы, бейтаныс қыз болатын бір керім. Еркін еді, еркіндікте күштілік, иығына аладорба қыстырып, шетелдің бір әуеніне ұқсатып, жүретұғын жайлап қана асқырып, ысқыратын ысқырығы жайледі, бақыт деді көкірегі тойледі, әп-әдемі жарасатын өзіне, көзіндегі сарғыш жиек әйнегі. Ысқырғаны көңілділік белгісі, бұл мінезін ұнатпайтын кейкісі, көбіне көп өз-өзімен жүретін, дүниені шайналып ойғысы, қалған жандай әйгілі боп ұрлығы, бір тиын боп әннің оны жырғыны, тым жүдеулеу көңілсіздеу жүзінде ысқырғанын қойып кетті бір күні, қойып кетті бітті мәні айтатын, салмақтылау болып кетті қайтатын. Сирек көрем қашан көрсем үйіне, тым жүдеулеу көңілсіздеу қайтатын. Мұның бәрі болған жағдай бір қыста, ештеңе жоқ жасамапты еш қылмыста. Сол бойжеткен соңғы кезде біреудің ысқырды да шығып кетті тұрмысқа.